Сәлем достар, бүгін сіздерге картоп таяқшаларын қалай жасау керек екенін үйретемін. Алған 2-3-4 картошканы алып, ашып, жақсылап осылай тураймыз. Осылай видеодағыдай жұқа етіп турайсыздар. Себебі тез әрі езіліп пісу керек. Кезде осылай көресіздер, картопымызды әбден жұмсару керек. Видео түсіруді ұмытып кеттім. Картопымызды електен өткізуіміз керекпіз. Електен өткізіп аламыз піскен картошкамызды. Одан кейін оның үстіне ірімшікті, яғни сырды қосамыз. Одан кейін дәміңізге қарай қара бұрыш, укроп немесе жақсы көретін жасыл шөптеріңіз қоссаңыз болады. Одан кейін 5 қасық крахмал, картоп ұнтағын саламыз. 5 қасық. Картоп ұнтағын салып болғаннан кейін бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін нан секілді қып илейміз. Видеодағыдай әбден илеп аламыз. Крахмалмен екеуі араласу керек. Көріп тұрғандарыңыздай осылай болу керек. Әдемі болып араласу керек осылай. Бір-біріне сіңу керек. Крахмал әбден картошкаға сіңу керек. Сосын соның үстіне крахмалды сеуіп алып, осылай жаямыз. Екі бетін крахмалдаймыз, өсіп аударып. Одан кейін оқтаумен жаямыз. Жаған кезде резко жайып қалмаңыздар, себебі жұқа болып қалмасын, қалыңдау болсын. Мен резко жайып қалғанда жұқалау болып қалды. Қазір түзетемін видеодағыдай. Солай түзетсеңіздер болады. Жайып болғаннан кейін екі шетін түзелеп аламыз. Түзелеп алғаннан кейін видеодағыдай бөлшектерге ұзынша етіп бөліп аламыз.
бөлшектерге бөлүп болғаннан кейін тақтайымызға қойып аламыз. Қойып болғаннан кейін қызып тұрған майымызға бауырсақ секілді қылып майды көбірек құйып пісіріп аламыз. Сонымен картоп таяқшаларымыз дайын. Асыңыз дәмді болсын.